Білімді жаңашыл ұстаз, мектеп жаны һәм жүрегі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Қайырбаева Мөлдір Елжанқызы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақтас ауылындағы номері 36-шы жалпы білім беретін орта мектептің педагог зерттеуші санатындағы математика пәні мұғалімі. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады. Менің педагогикалық ұстанымым білім алушыларға цифрлық ресурстарды тиімді қолдану арқылы оқуға деген қызығушылықтарын арттырып және өз білімдерін өмірде қолдана алуға бағыттау. Мамандықтар арасында жан-жақтылықты, ізденімпаздықты, білімділікті, шеберлікті, тәуекелшілікті, көшбасшылықты, ерекше шәкіртжандылықты қажет ететін қызмет ол ұстаздық қызмет. Осы қызметті абыроймен атқаруға үлесімді қосу мақсатында еңбек жолымды номері 36-шы жалпы білім беретін орта мектепте 2019 жылдан бері жалғастырып келемін. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды жетік меңгеруім, сабақтан тыс қосымша сабақтарды ұйымдастыруым, демонстрациялық сабақтарды көрсетуім, сабақтарымды заман талабына сай жаңашыл етіп өткізуіме көмектеседі. Өзімен шектеліп қана қоймай, білгеніммен оқушылармен бөлісіп, оларды баулу, дарынды баламен жұмыс жасап, аудандық, облыстық олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып келемін. Білім саласында туындаған қиындықтарды жою үшін оқушыларыма математика пәнін қызықты өткізу үшін аянбай еңбек етіп келемін. Қазіргі заман талабына сай мұғалімнің моделі ол тәуекелшіл, білікті педагог, психолог, көшбасшы, заманауи технологияны меңгерген әмбебап мұғалім болуы тиіс. Тәуекелшіл мұғалім жаңа ғасырдың мұғалімі. Кез келген ауыртпашылықты өзіне қабылдай отырып, тәуекелге баруға дайын болу керек. Себебі мұғалім мектептің жүрегі. Білікті педагог мектептің басты тұлғасы. Мұғалім біліктілігі бұл еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып, оны заман талабына сай құру болып табылады. Мықты мұғалім ол психолог болуға міндетті. Мұғалім тек білім беріп қана қоймай, алдындағы отырған әр шәкірттің психологиясын зерттеу керек. Көшбасшы мұғалім өзінің ұйымдастырушылық қабілетімен қоса, сол ортада көшбасшы болу керек. Көштің басын бастау қиын әрине, дегенмен бұл жаңа дамыған заманның талабы. Қазіргі мұғалім заманауи технологияны игерген, уақыт талабына сай күнделікті электронды түрлі әдіс тәсілдерді меңгеру арқылы сабағын қызықты өткізе алуы тиіс. Әмбебап мұғалім 21 ғасырдың кез келген ұстазына қояр талабы. Мұғалімнің әмбебаптығы жан-жақты, білімді, білікті, додаға түссе бәйгені бермес, шәкіртке түрлі әдіс тәсілдер арқылы жағдай жасаса, онда ол бір ғана мектептің емес, бір елдің абыройы болар еді.